Бұрынғы заманда жігіттің астындағы атына қарап танытса, қазіргі уақытта оның көлігіне қарайды. Әрине, мұндай бағаланатын көліктер қатарына күнделікті тұрмыста пайдаланып жүрген темір тұлпарлар да кәдеге аса қоймас. Кейбір жан өзінің ескі темір тұлпарынан ерекше ықылас туғызып, одан заманауи кар жасайды. Ал бүгінгі таңда ел назары ең қымбат, ең жылдам және ең ыңғайлы көліктерге түсіп, оларға баға беріп, оны мініп жүрген жандарға рахат бөленіп жүргеніміз сөз етеді. Көлік айдап жүрген жүргізушілер де сырт көзден мұндай әрекеттер болатынын сезіп, ыңғайлы келсе жылдамдығын арттырып, әртүрлі қимылдар жасап, өзінің ерекше көлікке отыратынын біледі. Мұндай көліктерге көруге, оның қалай жасалғанына бүкіл әлемнің жігіттері бірден назар аударады. Әлемдегі ең жылдам көліктер тізіміне таныс болыңыздар. Бұл тізімде Koenigsegg SSX көлігі 5-ші орынға ойысты. Оның максималды жылдамдығы 394 км/сағатына V8 қозғалтқышымен жабдықталған көлікті көрген кезде бас шайқамау мүмкін емес. 806 аттың күші бар көлік 100 км/сағатына 3,2 секундта жетеді екен. 4-ші орын Salien S7 TT көлігінде. Ол 750 аттың күшіне ие темір тұлпар. Максималды жылдамдығын 399 км/сағатына жеткізген екен. Аталған көлік 100 км/сағатына 3,2 секундта жетіп барады. 3-ші орында Bugatti Veyron AB 16.4 иемденген. Максималды 408 км/сағат жылдамдықпен қозғалатын темір тұлпардың бүгінгі күндегі құны $2,7 миллион құрайды. Формула 1 автокөліктерінің жылдамдығымен бірдей жүретін көлікке кімнің болса да берер бағыс жоғары. Назарларыңызды әлемнің ең жылдам супер автокөлігі Hennessy Venom GT деп аталатын темір тұлпар 435 км/сағатына максималды жылдамдықпен қозғалады. Теңдессіз рекордсмен алдымен жан салмай келеді, бірақ жылдамдықты арттыруға құштар жандар мұның да алдын орап өтер.